Біз бүгін дәмі-тіл үйірер оладьи жасаймыз. Ол үшін бізге керекті: Бізге керегі бір жұмыртқа, айран, шекер, зеленый лук және қайнаған жұмыртқа, сода және ұн. Жұмыртқаны жарып алдым, кішкене сахар қосамын. Араластырамыз. Енді бір стақан айран қосам. Жақсылап араластырамыз. Кішкене тұз, бір кішкентай қасық сода. Араластырамыз. Енді бір 200-300 граммдай ұн қосамыз. Қатты сұйық та, қатты қою да болмау керек, средний консистенция. Енді піскен жұмыртқамызды саламыз. Бұл жерде 2 жұмыртқа. На зеленый лукқа да кішкене тұз қостым. Енді саламыз. Міне осындай болып шығу керек. Қазір табаға қуырамыз. Міне осылай алып, қасықпен құйдым, алды-артымен пісіре бересіз.